бала сені жақсы махаббатыңды, жүрегіңдегі, рухыңдағы махаббатты сезінгісі келеді. Сырттағы түріңді, бетінен сүйгеніңді емес, рухыңдағы оны деген абсолютно қабылдаймын деген халді сезінгісі келеді ол. А сен өз-өзіңді қабылдамай жүрсеңші, өз-өзіңнен қорқып жүрсеңші, баланың көзінше өтірік күлесің, жаным күнім, құшақтайсың, бірақ ішің тыныш емес. Бала не сезінеді білесің ба? Опасность. Жоқ, біріншіден опасность сезінеді, любой кезде эмоцияң өзгере береді. Екіншіден, мына анамды бақытты қылуға мен міндеттімін деп өзін кінәлі сезініп бастайды. Бақытсыздықты көшіреді, кінәлі сезімді көшіреді. Соның кесірінен өскен кезде ынжық болып қалады. Өзін бақытты қыламайды, басқа адамдардың бақытын бірінші орынға қойып жүреді. Көп аурулардың психосоматикалық себебі өзінің емес, басқа адамның бақытын бірінші орынға қоюдан болады. Сол үшін егер Сол үшін балаларында анасы баласына дұрыс бақыт бергісі келсе, өзі шынайы іштей бақытты болу керек қой. Ер жігіттер, балаңыз бақытты, мықты тұлға, мықты батыр, мықты болашақта елбасшы болған қаласаңыз, балаңыздың қазір анаңыздың келіншегіңіздің ішкі халі өз-өзімен бақытты, ішкі халі тыныш, жүрегі Құдаймен байланыста болғанына қызмет етесіз. Күштемейсіз, ұрмайсыз, ұрыспайсыз, қызмет етесіз. Ол не? Психологына төлеп бересіз, мықты КМДБ-дағы ұстазына төлеп бересіз, дамуына уақыт бересіз оған.